Арма қазағым, қалам деген арнада Мақсат Елубай деген бір тарихшы кісі ұйғыр халқын жоққа шығаруға тырысты. Ол сұхбатында дейді, ұйғыр деген халық дейді, қазір жоқ дейді. Ұйғырдың атын жамылып жүрген ол тараншы халық дейді. Тараншы деген сөз ол тары егуші деген сөзден шыққан дейді. Енді қазағым, бұл жерлерде неше жылдан бері мен бақылап отқаным бір ұйғырофобия деген нәрсе өте кең таралып жатқан нәрсе болады. Қытайда ұйғыр геноциді болып жатыр. Бұны мен де білемін, сіздер де білесіңдер. Мойындамасаңдар да білесіңдер. Сондай жағдай болып жатқан біле тұра сіздер қалай осындай арсыздық нәрсеге барасыздар? Арсыздықты кімнен үйрендіңдер? Орыстан үйрендіңдер ме? Қытаймен бірігіп ұйғырларды жоқ қылуға, сондай бір заговорға түстіңдер ме, қазақтар? Бәлкім мен білмейтін шығармын ондай нәрсені. Мен қазақпын негізінде, өзім қазақпын. Бірақ қазақтардың арсыздық нәрселерін көріп, естіп, мен қазақ деген атымнан ұялатын болдым ғой. Сонымен, мен енді тарихшы емеспін, бірақ мен кәсіби лингвист болғандықтан таран деген сөз ол тұран деген сөзбен өте тығыз байланысы бар екенін нақты көріп отырмын. Тіптен лингвистикалық несі жаңағы білімі жоқ адамдарда ол жаңағы байланысты көре алады. Сонымен мына Мақсат ағамыздың түсінігі бойынша, логикасы бойынша таран, туран, сонымен төрек деген сөздер сонда тары егуші деген мағынаны білдіре ма, береді ма? Ұят емес па? Мен тарихшы деп отырып, түркі халықпын деп отырып, туран, таран деген сөзді тары егуші деп айтуға. Үшіншіден, жарайды, енді тараншы деген сөз о тары егуші деген мағынаны білдіретін болса, неге қазақ малшы, я чабаншы деп аталынбайды? Сіздің логикаңыз бойынша балықшы деген сияқты орыстар мысалы егінмен айналысты неге олар пшеничашы деп аталынбайды, тараншы деп неге олар аталынбайды? Соны түсіндіріп берсеңіз керемет болар еді. Сосын енді ұйғырларға мен айтарым бар. Сіздер мына ұйғырофобияны көріп отырсаңыздар, ол адамның үстінен арыз тастауға ұялмау керек деп ойлаймын. Бірлігіп, қозғалып, өздеріңіздің атыңызды, арларыңызды қорғауға сіздердің қақыларыңыз бар. Және ұйғырлар жаңағы Мақсатты сотқа берсе, не қылса, мен сіздерді қолдаймын. Аман болыңыздар.